ГУЛАГтың алғашқы ошақтары КСР территориясында 1930 жылы тікелей Сталиннің бұйрығымен пайда болып, көп ұзамай бұл лагерлер алып азап империясына айналды. Халық жаулары тегін жұмыс күші ретінде сол кездегі үлкен өндіріс пен халық шаруашылығының әр түрлі саласын өркендетуге жегілді. Зұлматты жерде болған адамдардың көбі халық жаулары деп аталғандардың әйелдері шығасы болған. Назарларыңызға ГУЛАГта болған азапты жайттардың куәгері болған орыс әйелдерінің әңгімесінен естеліктер мен профессорлардың жазбаларынан үзінділерді ұсынамыз. Каторгадағы әйелдерді лагерге әкелген күні оларды шешіндіріп моншаға жібереді, кәдімгі тауар ретінде қарат десе де болады. Моншада су бар ма, жоқ па, маңызды емес, алайда шаштарында биттің бар не жоқ болуын міндетті түрде тексеретін. Ол жерде лагердің жұмысшылары да қоса жүреді, яғни еркектер. Әйелдерді тексеріске бір-бірден жіберетін, ал дәлізде аңдып жұмысшы еркектер жүретін. Сөйтіп өз араларында қыз таңдауға кірісіпті кетеді. Лагерге кіре берістегі маңдайшада жазулы плакат ілініп тұрады. Сондағы жазу мынадай: кім әлі келмесе, міндетті түрде келеді, ал келгендер ешқашан ұмытпайды. Бұндағы әйелдерді өзге еркектерге ашына ету лагерде дағдыға айналып кеткен. Яғни әйелдер саудаға салынды. Кем лагерінің топ басшысы Чистяковтың айналасында тұтқын әйелдер үйіріліп жүреді. Тамағын дайындап кірін жуып, одан қалса өзінде жуындыратын. Ол үшін жас әрі тартымды қыздарды таңдап отырған. Негізінен тұтқындардың 3 түрі болған: рубльдік, жарты рубльдік және 15 тиындық. Егер лагер әкімшілігі өзіне жас әрі сымбатты қызды қаласа, рубльдік қыз деп сұраған. Соловкадағы әр беделді қызметкердің 3-5 тұтқын әйелі болған. 1924 жылы кем коменданты басшысының көмекшісі болған Тороповтың лагерде жеке гаремі болған. Ол жерге ең сұлу қыздар жиналған. Әр күні 24 тұтқын қызыл әскерлерге қызмет көрсету үшін таңдалатын. Жауынгерлердің еріншектігі сонша, әйелдер олардың төсектеріне дейін салып беретін. Тұтқын болудан бас тартқан әйелге аштық жарияланатын. Көп ұзамай ондай әйелдер туберкулез сынды ауыр дерттен қаза тауып отырған. Соловецк аралында мұндай жағдайлар жиі қайталанатын. Азықтың жетіспеушілігі де жиі болған. Жаңа навигация басталып, азық-түлік келмейінше бірнеше әйел қырылып қалатын. Қарсы келген әйелдер тек аштықтың құрбаны ғана болып қойған жоқ. Бірде Соловкаға өте сұлу қыз жіберілді, жасы шамамен 17-де. Ол қыз Тороповтың көзіне бірден түскен. Алайда оған қарсы келе алатындай күші де бар еді. Қыздан кек алмақ болған Торопов оны комендант кеңсесіне әкелуге бұйырып, контрреволюциялық құжаттарды жасыру нұсқасын алға тартып, қызды тыржалаңаш шешіндірген. Лагер күзетшілерінің көзінше жалаңаш денесін түгел сипап, құжаттарды жасыра алатын орын іздейді. Ақпанның аязды күнінде әйелдер тұрып жатқан үйге бір топ шыбалған күзетшілер кіріп келген. Күзетшілердің басы қасында чекист Попов та болды. Ол әйелдердің жамылып жатқан көрпелерін алып тастап, әр қайсысын кезекпен зорлаған. Бірде біреуі қашып құтыла алмаған әйелді өздеріне бағындыру үшін жазалаудың түрлі әдістері пайдаланылған. Оның біріншісі ер адамға тән еңбек. Жүктелген жоспар орындалмаған жағдайда тұтқындарға қосымша жұмыс тапсырылған. Ауыр бөренелерді бір орыннан екінші орынға тасу, немесе суға толы үлкен шелекті дәл солай тасу сынды физикалық күш кететін жұмыстарды істеткен. Екіншісі карцер. Аня тыңшылық үшін сотталды. Ол өзіне тағылған айыппен соңына дейін күресті. Басшыға бағынбады, басшылықтың көзінше қатты, дөрекі сөйледі, рұқсатсыз терезелерді ашып тастады. Сөйтіп жүріп карцерден бірақ шықты. Ал карцердің жағдайы тіптен сорақы еді. Терезесі жоқ суық бөлме, күнне 400 граммнан мен ыстық су. Карцерге 4 күннен 20 күнге дейін қамалған. Ал Аня басшылықтың ызасына қатты тиген көрінеді, 20 күнге қамалды. 5 күннен кейін әйелдер міндетті түрде ол жерден ауру болып шығатын. Ал Аня соңына дейін шыдады. Бұл жағдайдан соң Аня біздің үйде 1 ай жатты. Оның жағдайы мәз емес еді, аузынан қан ағатын. Сөйтіп ауруханаға түсіп, 2 күннен соң қаза болды. Оның жасы небәрі 21-де болған.
деп еске алады ГУЛАГ тұтқыны Адамова Слиосберг. Айбалта тауы. Ол жерде карцерлер орналасқан. Бір қабырғадан екінші қабырғаға дейін қолдың қалыңдығындай қадалар орнатылған. Жазаланғандар күні бойы сол қаданың үстінде отырған. Қадалар ұзын болған, отырғанда аяқ жерге тимеген. Ал ең қиыны тепе-теңдікті сақтау. Бірақ бұл жазаның жеңіл түрі болып саналған екен. Кейбірін 365 сатысы бар баспалдаққа шығарып, арқаларына ауыр бөренені байлайды. Ал сатылардың үлкендігі соншалық, жай күннің өзінде жүру ыңғайсыз. Ал әйелдер ауыр бөренемен сатыдан төмен түсуі керек. Нәтижесінде тұтқындар ақсақ болып қалады. Үшіншісі адамдарды мұздату. Соловкада Финкельштейн есімді басшы болған. Бірде ол 34 тұтқынды түнге қарай 30 градус аяз болып тұрған Ақ теңіздің мұзына тұрғызған. Салдарынан әйелдердің үсіп қалған аяқтарын кесіп тастайтын. Көбі шыдамай қайтыс болып кететін. Кейін анықталғандай әлгі чекист жүйке жүйесі ауруына шалдыққан екен. Төртіншісі кірсалардың азығына айналу. Жертөлелерде ірі-ірі егеу құйрықтар жүретін. Тұтқынды кішкентай торға қамап, егеу құйрықтардың ортасына тастайтын. Тордың ішінде адам қозғалмаған, есесіне егеу құйрықтар еркін кіріп, адамдарды тірідей жеген. Бұл жағдайлар аман қалған әр адам үшін өшпес қара белгі болып қалады. Чекистер әйелдерді қинау үшін қолдарынан келгенін істеп баққан, тіпті ер адамның қолынан келмейтін ауыр істерді әйелдердің мойнына жүктеген. Соловка және Сібір концлагерлерінде мен врач-психиатр болып жұмыс атқардым. Маған психикалық ауруға шалдыққан адамдар келетін. Бірде бір әйелді әкелді, тергеушілер оны жақсы жұмысшы, тек есінен ауысқан, өз басына қайнаған суды құйып жіберген деп жазды сонда істеген профессор. 50 жастар шамасындағы әйелдің көзқарасы әлі көз алдымда. Көздері қорқынышқа толған, беті тас болып қатып қалған. Екеуміз оңаша қалған сәтте ол үн қатты, ақырын ғана, бір сарынды қалыппен: мен Исуас емеспін. Тек партия мүшесі едім. Бірақ енді партияда болғым келмейді деді. Ату жазасы. Күндердің бірінде лагерь тұтқындар үшін жаңа жаза ойластырылды. Соттың заңның қатысынсыз өтетін. Күнде бір адам өлтірілді. Ату жазасы қараңғы батқан уақытта қараңғы бөлмелерде немесе зират маңында болатын. Біз зиратқа апаратын жолды ату жазасы көшесі деп атап кеттік. ГУЛАГта жұмыс істеген чекисте сол жылдардағы ату жазасы жайында сөз қозғады. Ату жазасына алып бара жатқан әйелдің қолы сыммен байланатын. Оған алға қарай жүр деп бұйрық беріледі, ал қолында қаруы бар чекист оның артынан барады. Керек кезде оң жақ, сол жақ деп нұсқау беріледі. Діттеген жерде ағаш жоңқаларымен құм дайын тұрады. Сөйтіп дәл басынан атылады. Ата салып бар күшімен теуіп жібереді. Себебі қан әскери формаға шашырап кетпеуі тиіс дейді чекист.